Su құямын. Жұмыртқа саламын. Араластырамын. Un salamın. Un salamın. Hamur жасаймын қазір. Енді столдың үстіне салып илеймін. Мінекей, жұмсақ тесті дайын болды. Бұны қазір кішкене жауып бастырып қоямын. 10-15 минутқа қоя тұрамын. Арада 15 минут уақыт өтті. Тестімізді, қамырымызды тағы да басып, тағы да 15 минутқа қоямыз. Қамырымыз мына бірінші елегендей емес, жібек сияқты созылып, құрамындағы барлық элементтері іске қосылып, өте жақсы болып келе жатыр. Қамырым тынықтырып қойдым. Бұны мен 4 рет, қамырды 4 рет басып алдым. Арасында 15 минут уақыт салып. Енді мен бұны 4 бөлікке бөлемін.
Енді 4 бөлікке бөлеймін қамырды. Шағын 4 бөлікке бөлдім. Енді жайлап қамырымды оқтаумен ысып, самсаға дайындаймын.
Мен ысып болдым. Барымша жұқа қылуға тырыстым. Сіздер де солай қарайсыздар ғой енді. Жұқа болғанда өте жақсы болады. Қытырлақ болып піседі самса. Май жақсы сіңеді деп мен өзім солай ойлаймын. Біздер сөйтіп дайындаймыз. Бетіне, қамырдың бетіне сармай жағам. Тегістеп, майдың барлығын тегістеп жағып болдым. Мол қылып жағуға да болады, жұқалап жағуға да болады. Өзіңіздің қалауыңызша істеуге болады. Енді бұны нанды, қамырды ораймыз. Рулет етіп. Өте тығыз болғанның қажеті жоқ. Бостау болып. Рулетке жасаймыз. Міне енді дайын болған қамырымды осылай тарелканың ішіне салып, сыртына целлофан дорбаны кигізіп, тоңазытқышқа, егер тоңазытқышыңыз жақсы салқындататын болса 1 сағатқа, ал енді кішкене төменде болса температурасы 2 сағатқа қоюға болады. Ал енді мен бұны мұздатқышқа салам да таңертең самса дайындаймын. Бірінші картопты осылай езіп алам. Картопты пюре жасап алам. Бірінші картопты пісіріп, суға езіп, мынандай вилкамен ішіне чеснок салдым. Мынандай алып ездім. Осылай әбден езіп аламыз. Şu an осылай қуырып жатырмын. Сарғайғанша қуырып алам. Şu an уақыттап турап, осылай қуырып алам сәбден. Мынандай қылып сарғайтып қуырып алам. Тұзын салам. Бұрышын салам. Бұрышын енді қалауыңызша көп немесе аз салуларыңызға болады. Қызыл бұрыш және паприка салам. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып алғаннан кейін картопымызға саламыз. Жақсылап араластырамыз.
Sarı mayımızды salamыз. Дәмін қараймыз. Тұзы, бұрышы төмендеу болса, қосуымызға болады. Дайын самсамыз, дайындап қойған тестісін шығарамыз. Дайын тұрған мұзда қатырылған самсамызды кез келген уақытта мұздан аламыз да самсамызды жасай беремін. Кез келген уақытта осылай бөлемін де. Менікі мини самсалар болғандықтан үлкен қылып алмайым, осындай кіші қылып алып жасаймын. Осылай мен бөліп аламын. Бөліп аламын да, енді самсаны жасаймын. Ешқандай ұнды қолданып керек емес. Бұның арасына май жағылған тесті қамыр болғандықтан ешқандай майды, ешқандай ұнды қажет етпейді. Сондықтан осылай алып илей береміз. Орта жақтын көп ұспаймыз да, шетін сыңқыраймыз. Осылай етіп шаямыз. Салмамызды салып осылай самсамызды жасаймыз. Салмамызды салып жұмыртқа жағып аламын. Өстіп күнжуттарды сеуіп шығамын. Барлығына күнжут дәнін сеуіп шықтым. Енді 180 градус пешке саламын. Пешке қойып жатырмын. Бірақ өздеріңіз қарайсыздар пештеріңе байланысты. Осындай болып пісті. Қазір ішін ашып көрсетемін. Мінекей қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Қатпарлы самса. Жегенде осылай күтірлеп тұрады. Қазір ыссы.
өте дәмі тіл үйреді. Ет тартқыштан өткен ет, құйрық май аздап, жуа барлығын салып, бұрышымызды саламыз. Қара бұрышымды, қызыл бұрыш, тұзымызды қалауымызша саламыз. Біздің үйдегілер көп тұзды жемейді. Сіздер өздеріңіз қалауыңызша тұзын молырақ салсаңыздар да болады. Немесе бұдан азырақ салсаңыздар да болады. Әркім бұрыш, тұз, әркімнің қалауы бойынша салынады. Енді жақсылап араластырамыз. Салмасы сочный болу үшін мен көбінесе бірге бір қолданамын. Бүйтіп өпе сияқты ораймыз. Бүйтіп артыңғы жағын қайырамыз да, өстіп төменге қоя қоямыз. Неге мынандай болып томпайып шыға келеді. Біздер қамырды көбінесе алдын ала дайындап қоямыз да, жаңағыдай мұзға қатырып тастаймыз. Сосын керек уақытымызда салмамызды дайындай қоямыз да, жаңағы салмасы. Осылай самсамызды жасай қоямыз. Бізге өзімізге солай ыңғайлы. Қонақ келгенде де мысалы тездетіп салмасын жасаймыз да, нанымызға сала қоямыз. Осылай күйінде, мысалы, осылай күйінде жасап та мұзға қатырып тастауға болады. Мен кейде осылай жасаймын да, мұзға қатырып, сосын мысалы қонақ келейін деп отырған уақытта 1 сағат, 2 сағат бұрын шығарып қоям. Ана жібі 2 сағат, мысалы үйдің температурасына байланысты, жаз кезінде тез ериді. Сондықтан 1 сағат бұрын шығарып қоям, мысалы тез еритін. Қыс күндері 2 сағат бұрын шығарып қойып, жаңағы ертіп, самсаны жасай қоямын қонақ келген уақытта. Ып-ыстық самса дайын бола қояды. Бүйтіп орадық. Көрсетейін анықтап. Пөпе сияқты ораймыз да, әр жағына бүйтіп қоя қоямыз. Осылай. Тағы біреуін жасап көрсетейін. Қамырымызды салып, үшбұрыштылаймыз. Сөйтіп орап тастаймыз. Кейін осындай самса шығады.
осындай самсан жасаймыз. Сөйтіп ораймыз. Пайда жасауға болады. Мынандай самсаны да жасауға болады өйстіп. Бүйтіп жабамыз. Мынандай мерекелік самсалар дайындауға болады. Мінекей, самсамды противенге салдым. Енді үстін жұмыртқамен майлап шығамын. Жағып шығам жұмыртқаны. Сылап. Самсаларды орналастырғанда құламайтын қылып орналастыру керек. Нақ қылып астын. Әйтпесе пісіп жатқан кезде құлап қалады барлығы. Күнжутымызды сүйеп шығамыз. Енді пешке апарып саламын. Қоямын 180 градусқа 30-35 минутқа. Мінекей самсамыз мынандай болып пісті. Қазір ортасын ашып көрсетемін. Ала қой балам. Ала қой балам. Дәмі өте керемет.
балдарым піскен бойда алып кетіп жатты. Самсаны өте жақсы көреді. Осындай алып жасауларыңызға болады. Ал мен самсамды жеуге кеттім. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Мына самсаны ашып көрсең. Өте күтірлік, қатпарлы болып піседі. Дәмі өте жақсы. Керемет. Рахмет, сау болыңыздар. Қалай, дәмді болған ба?